Және соңғы конкурсқа кезек берейік. Үй тапсырмасы бұл жолы көптен күткен, көптен арман еткен жұлдыздармен ойнайтын болады. Жаснар, Алматы. Құрметті достар, адамның әрбір күні ол да бір тарих. Сонымен студенттердің қарапайым отырысы. Тыныш отырамыз, қазір ертістің қызымен беріп келсін, отырысты басты. Дархан, жемей тұра тұрса, кішкене шыдаса не болды саған? Не болды? Нағы өйтіп қойып қойдың, нем? Сен не бүкіл алман бір-бірден істеп қойғансың ба, Дархан? Өзім жеймін, не болды? Ертіс қызың қашан келеді? Хабарласым қазір келем дейді. Күте тұрайық. Күтетін қыз емес олай. Өз сияқты жерінде көзілдерге бар. Балалар, сабағымызды жалғастырамыз деген шаштығырек баған бір шығар. Күтпей қояға. Тамақ жей берікші. Тамақ жейік дейме. Сұлық деген бар ғой. Сұлық деген міне мынандай болу керек қой. Көз десе көзі. Дұрыс па? Ауыз десе аузы. Мұрын десе мұрны. Какасына татаса. Какасына татаса. Дархан, өзің қызыңды еркелетсе? Міне отыр екен. Мен қызым. Дархан, біле білсен сұлулық бетте емес жүректе. Мен ол қыздың жүрегіне ғашық болғам. Сен оның бетіңе қарамай қалғаннан кейін оның жүрегіне ғашық болғансың ғой сен оны. Мені. Ертістің қызы келді. Есікті мен ашайын. Мен ашайын, сен жүрегің нашар. Сәлем, ертіс. Таныс қойындар. Менің қызым Жәния. Ертістің қызы ғой, Құдай жаным, ертістің қызы ғой мұны. Ертістің қызы. Кімдің? Ертістің қызы. Ертістің қызы. Жаным. Кімдің? Ертістің қызы. Кір. Жоғар шық, сен ары отыр. Отырыңыз. Жан, мынан қараш. Қара. Сұлық деген міне мынандай болады. Қандай көрін ма? Қандай әдемі. Мен ше? Сен тартындысың. Сүйкімдісің. Болады былай. Жания, сіз Қайрат Нұртастың өкініш киносына түскеніңізге өкінген жоқсыз ба? Жоқ. Мен өкіндім. Неге? Енді мен түскен жоғым ғой оқа. Отырыс басалып кетті ме? Жаңа далада жүрсім, актриса бар ғой, Жания. Ертістің қызы? Шынымен де ертістің қызы ма? Шынымен ертістің қызы? Шынымен ертістің қызы ма? Не мына ойба? Ертістің қызы ма? Ертістің қызы. Кімнің қызы дейді? Ертістің қызы. Ертістің қызы ма? Ертістің қызы ма? Ойбай. Кімнің қызы? Қойше бұл. Ертіс? Қалай сындырмағасың ананы, сен? Шымпалуан алып та жығады, шалып та жығады. Ойбай! Палуан! Қойыңдар, менде бір ой бар. Қыздар алмасы ойнайық. Дархан, ондай ойын жоқ қой, Дархан. Не істеп отырсың? Басқасын ойлап табам. Басқасын ойлап табам. Көршілер. Мен неге шулай бересіңдер, Аға, отырыс, жастарымыз үшін мен бала шағам бар. Білеміз, отырыс істеп отқан. Енді шулай болсаңдар. Сендермен бірге шулаймын. Аға, болмайды, ұят емес па? Қой отырыңыз, болмайды, ұят болады. Аға, әйеліңіз бар ғой, аға, қойсаңызшы. Ажыратам. Аға, қойыңыз деймін. Аға, балаңыз бар ғой, аға. Менен емес. Аға, ұят болады десем, барыңыз, аға, бұл ұят болады. Жания, мен сені сүйем. Кіме алай не дейді? Айт берейін, көрші Жаниян сүйем дейді. Болды, қойыңдаршы, болды. Отырып, отырысты бастайық. Дұрыс па, қыздар, балдар жиналып. Болды ғой. Менің ойым. Жігіттер, қыздар, тым ренжімеңдер. Біз енді соңғы оқу жылымыз. Енді бұдан былай басымыз бірікпеуі мүмкін. Сондықтан да бір шын жүректен бір тілек айтқым келіп тұр, иә? Сен басташы. Бастайын. Баста. Ертіс,
Есіңде ма, бірінші курста сен сызу сабағында сызбаларыңды жоғалтып қойған ғой? Иә. Сөйтіп сен 2 алып, мен 5 алып, есіңде ма? Рахмет саған, Ертіс. Ертіс, білесің ба сен, алдыңғы жыл қыста ана үйде ешкім жоқ болып, үйге кіре алмай далада 2 Иә, күн қонып ең ғой. иә. Сол кезде мен үйде болғам. Сен 2 күн далада қондың, 2 күн шығамай қалған едің үйде. Сол кезде мен қоқылдап кеткен. Жігіттер, ақыры шындық айтқан екенсіз. Мен де шындық айтайын. Және мен ешқандай да қызым емес. Екеуміз группаласпыз. Екеуміз бір диплом жазып жатырмыз. Сендер осы отырысқа қыздарымызды ертіп келеміз дегесін, мен де Жанияға өтініш жасадым. Жанияға деген ешқандай сезімім жоқ. Мен оны жақсы көрмеймін. Ертіс. Шынымды айтсам, сен маған қатты ұнайсың. Сол үшін келдім мен. Егер мен саған ұнамасам, мен кете берейін. Қош бол. Ақымақ. Отыр қалдай самайсың ба? Құрметті көрермендер, бүгін Астанадағы маусымдық соңғы ойынымыз. Сондықтан да көрермендер, Есен аға, Жания. Мен бір шындықты айтқым келіп тұр. Ай, қош. Сіздермен бірге болған Жасынар Жайдарман тобы және де керемет актриса Жания Журинская.